Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін өте дәмді болып шығатын, әрі жұмсақ болып шығатын тауықтың аяғынан осындай тағам дайындаған боладымын. Менімен бірге болыңыздар және де менімен бірге дайындап көріңіздер. Тауықтың аяғын жақсылап тұрып жуып аламыз, тазалап. Барлығын жуып алғаннан кейін енді қайнайын деп жатқан кастрөлдегі суға мен 1 литрдей су құйдым. Суған салып, өте қатты көп қайнатпаймыз, осылай салып аламыз да. 1 шай қасықтай примерно тұзымызды саламыз, жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін осындай енді суымыз қайнай деп жатыр дегенде барып тауықтың аяқтарын бөлек ыдысымызға салып аламыз. Оны не үшін жасап отыр десеңіз, если біздер суға салмай бірден сразу духовкаға салып жіберетін болсақ, біздің тауықтың аяғының сулары, керек емес сулары шығып, барлық мариновать етілген соустың барлығы дәмі кетіп қалатын болады. Сондықтан осылай мен жасаған әдіспен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Енді соусын дайындайтын боламыз. Мариновать ету үшін мен 2 ас қасықта кетчуп және 1 ас қасықта майонез салған болатынмын. 1 сарымсақ, одан кейін 1 шай қасық тұз, одан кейін жарты шай қасық бұрышымыз салып араластырамыз. Араластырғаннан кейін біздің тауықтың аяғымыз осы мариновать етілген соусқа, былайша айтқанда, барлығына жағып шығуымыз керек жақсы етіп. Жағып болған соң противнімізге фольга немесе осындай пергамент қағазын төсеп, тауықтың аяғын жақсылап тұрып салып шығамыз. Бір-бірінен алшақ тұрған дұрыс болады. Бөлек-бөлек салып болғаннан кейін мариновать етілген соус сізде қалған болса, тағы да үстінен қосымша жағып шығуларыңызға болады. Жағып болған соң духовкамызды 200 немесе 220 градусқа дейін ысытып, осы тауықтың аяқтарын салатын боламыз. Менің примерно 30 немесе 40 минуттай уақыт кетті. Өзіңіздің духовкаңызға қарай, шамасына қарай пісіріп алатын боласыздар. Осымен біздің тауықтың аяғы дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Қонақ шақырып жатсаңыз, холодныйға салуға болады. Міндетті түрде лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.